Елсіңдер ме, жаусыңдар ма? Ұлы қағанның жаушыларымыз. Қала әміршісіне арнайы хабарымыз бар. Ол қандай хабар? Ұлы қаған құрылтай өткізбекші. Сол хабарлауымыз керек. Құрылтай дейсіңдер ме? Иә. Жер бетін дүрліктірген Шыңғыс ханның көзі тірісінде өз ұлдарына бөліп берген ұлыстары ұлы хан өмірден өткен соң бір-біріне тәуелсіз өмір сүре бастады. Қазіргі Қазақстанның батыс пен шығыс, солтүстік және орталық аумағы Жошы ұлысына тиесілі болды. Оңтүстік Қазақстан өңірі Шағатай ұлысына, ал Жетісудың солтүстік шығыс жағы Үгедей ұлысына берілді. Шыңғыс ханның кіші ұлы Төле Шыңғыс ханның шыққан жұрты Керөлен Орхон өзендерінің арасына ие болды. Аума жағынан ең үлкені Жошы ұлысының жері. Ол ертістен батысқа қарайғы ұлан ғайыр алқапты, Жетісудың солтүстік бөлігі мен бүкіл Дешті Қыпшақты, Еділдің төменгі бойын қоса алып жатты. Шыңғыс ханның құрған империясы бұл Евразия аумағындағы ең мықты үлкен территория жағынан және уақыт жағынан ең ұзаққа созылған, ұзақ уақыт өмір сүрген империялардың бірі болды. Бұл туралы ғалымдардың айтқан пікірлері өте көп. Шыңғыс хан империясына байланысты. Ал енді оның мемлекеттік құрылымына, әкімшілік басқару жүйесіне келетін болсақ, бұл енді сол 13 ғасырдың басында ойдан шығарылған немес, жаңағы принциптерге негізделген емес, керісінше сонау ғұн заманынан бері, одан кейін түрік дәуірінен бері осы Дешті Қыпшақ аумағында немесе Евразияның далалық аймағындағы көшпелілердің империяларындағы ең озық принциптерге негізделген жүйе болды. Бұл ұлыстардың жеке-жеке бөлініп, Шыңғыс хан құрған империяны ыдыратудың бірнеше себептері бар. Оның бірі жекелеген қалалар мен халықтардың жаулаушыларға қарсы бас көтеруі. Екіншісі, ұлыстар арасында экономикалық байланыстардың болмауы. Оның үстіне Шыңғыс ханның ұрпақтары бір-біріне сенбеді. Жошы, Шағатай мен Үгедейден тараған ұсақ хандар өзара алакөздікке ұрынды. Олардың әрқайсысы үлкен ханның тағынан дәмелі болды. Бұл таққа талас әлбетте қарудың күшімен жүргізілді. Үлкен тақтағы Мөңке хан өлген соң, үш ұлыс арасында соғыс басталды. Империяның толыққанды құрылған кезеңінің екі этаптан тұрады. Біріншісі әрине Хорезм мемлекетімен, Хорезм шахтардың мемлекетімен Қыпшақ хандығын жаулап алғаннан кейінгі кезең. Бұл енді Жошы ұлысының бірінші кезеңі деуге болады. Ал екінші кезеңі Жошының мұрагері Батыйдың 7 жылдық жорығынан кейінгі империяның аумағының батысқа қарай 2 есе кеңеюінен кейін. Яғни бұның аяқталған кезі 1241 жылдың соңы. Осы кезде халық көп қырылды. Гүлденіп тұрған қалалар күлге айналды. Егін жайқалып шығып тұрған жерлер тақыр дала болып қалды. Үйлер құлап, адамдар бәрін тастап тентіреп кетті. Махмуд ибн Уәли 13 ғасыр шежірешісі. Билікке талас барысында әкесімен соғыста жаздаған Жошы 1227 жылы өмірден өтіп, орнына ұлы Бату хан сайланды. Ол алдымен орыс кірәздіктерін талқандады. 1241 жылы Карпаттан асып, батысқа жеру тартты. Моға жазығында біріккен венгр, хорват әскерін және көмекке келген француз, неміс қолын быт-шыт қылды. Польша, Венгрия, Чехия және басқа көптеген елдерді бодандыққа түсірді.
Сол тұста Батудың немерелес інісі Байдар Лигница түбінде Еуропаның біріккен әскерін күйретті. 7 жылғы жорықтардан кейін Бату Еділдің төменгі аясында Олық ұлыс атты мемлекетті қалыптастырды. Оған Жошы ұлысының жері шығыс Дешті Қыпшақ, Хорезм, Батыс Сібірдің бір бөлігі және батыстағы жаңадан жаулап алынған жерлер қарады. Оны кейін Алтын Орда деп атап кетті. Орыс кнәздері Алтын Ордаға тәуелдіктерін мойындап, ханның қолынан атақ алып, алым салық төлеп тұрды. Бұл татарлардың бетін қайтарып, кері қуалмасақ, бүкіл ел жұртымызбен жоқ боламыз. Француз королі Людовик IX. Шыңғыс ханның ұрпақтары қалай бөлек-бөлек кетсе, Батудан тараған ұрпақтар да солай болды. Ол шығыс Еуропа жорығынан соң өзінің інісі Орда Еженге Ертіс пен Қаратау арасындағы алқапты сыйлаған. Кейін ол жеке хандық Ақ Орда атанды. Ақ Орда сөз жүзінде Алтын Орда ханына бағынышты болса да, іс жүзінде дербес саясат ұстанды. Айталық, Алтын Орда хандары Иранмен дұшпан болып жауласа отырса, Ақ Орда онымен елшілер алмасты. 14 ғасыр басында Өзбек хан мен оның баласы Жәнібек хан Ақ Орданы бұрынғы тәуелді күйге түсірді. Бірақ кешікпей Орда Ежен ұрпақтары Сығанақ қаласында билік құрып отырған Өзбек ханның баласы Тыныбекті өлтіріп, қайта дербес билікке жетті. Он үшінші ғасырдың соңына таман Баян дейтін Орда Еженнің ұрпақтарының бірі Баян хан, Баян ханды биліктен кетіру үшін Шағатайдың ұрпағы мен Үгедейдің ұрпақтары күйік нағылады. Сол Орда Еженнің тағы бір ұрпақтары Құбылықты Баян қайтап салады. Мына Шығыс Қазақстан жақта екі жақ соғысы бір-бірімен 8 рет шайқасты дейді. Тіпті Баян жеңіліп қалып, амалсыздан кімге барады? Сарайға келеді. Сарайда жағдайын айтады. Мен биліктен алып қалып, мен сіздің не бойынша жарлық бойынша отыруым керек. Ал мені қуып жібер. Сол кезде Алтын Орданың ішінде де Ноғай бүлігі деген жүріп жатқан кез, бұл 1280-90 жылдардың аралығы тұғын. Соған байланысты Алтын Орданың ханы Ұлы хан Тоқтай әскер бере алмайды, бірақ жарлық жібереді. Ақ Орданың заңды жағы билеушісі Баян хан кімнің жағы Құбылықтың араласпауын сұрайды. Бірақ оған қарамастан Құбылықта жағы биліктен де жағы айырылғысы келмейді. Сөйтіп бұл зорда билік үшін Орда Ежен ұрпақтарының арасында күрес жүрді. Шыңғыс хан ұрпақтары бірлесіп шешім қабылдау үшін құрылтай өткізетін дәстүр орнықты. Онда ірі әскери жорықтар жайы талданады. Сол сияқты Ұлы хан өмірден өткенде жаңа ханды осы құрылтай сайлайды. Бұл жиын туралы барлық ұлыстарға алдын ала хабаршы жіберілетін. Олар құрылтайдың күні мен болатын жерінен хабардар етеді. Басқосу әдетте үлкен өзеннің жағасында өтеді. Құрылтайға ұлыс хандары, олардың бауырлары мен балалары, күйеу балалары, нояндар, түмен басылар мен мыңбасылар қатысуы тиіс болатын. Сол сияқты оларға бағынышты патша, князь, әмірлер де шақырылуы мүмкін еді. Құрылтайға ат басын тірегеннің бәрі Ұлы ханның атына деп мол тарту таралға келді. Шыңғыс ханға тиесілі империяның ұлы құрылтайы 1259 жылы Мөңке хан өлген кезден бастап шақырылмайтын болды.
Балам, енді сенің тайың ханның құсырына кетті. Құсыр деген не, ата? Құсыр деген ханның біз сияқты қарашадан жыл сайын жинап алатын малы. Сонда жыл сайын осылай бола бере ма? Егер оны төлемесек, бізге күн көрсетпейді балам. Жүре ғой. Жош ұлысы Шыңғыс хан құрған саяси жүйені толық ұстанды. Ел ішіндегі барлық мәселе ясақ, яғни заң жолымен шешілді. Оны кезінде Шыңғыс ханның өзі жариялаған болатын. Енді оған қарасты әрбір ұлыс осы ясақты басты заң ретінде сақтады. Ясақтың талаптарын барлық хандар орындап отырды. Бірақ ол кезінде қырдағы көшпелі мемлекет жағдайында жазылған заң еді. Ал отырықшы аймақтарда, сауда-саттық қалаларында оны орындау қиынға соқты. Өйткені заңдар топтамасында егіншілік пен кәсіпшілік туралы ештеңе айтылмаған. Соны ескерген кейінгі хандар ясаққа қосымша өзгерістер жасады. Оны әрбір хан арнайы хатшылар арқылы орамаға жаздырды. Ясақ жазылған ораманы бүлдірмей сақтау көбінесе ордада отырған ханшалардың міндеті болды. Ал заң талаптарын орындамағандарға қатаң жаза қолданылды. Жош ұлысы ең алғаш құрыласағандағы Моңғол империясының бір бөлігі ретінде бүкіл Моңғол империясындағы үстемдік құрған ол Шыңғыс ханның яса заңдар жинағына бағынды. Дегенмен арада біраз уақыт өткен кезде және Жош ұлысының территориялық құрамына қарағанда оның құрамында көшпелі егіншілік және отырықшылықпен айналысқан ежелден келе жатқан қалыптасқан географиялық аймақтар кіргендіктен яса заңдар жинағының осы өмірдің шындығына сәйкес келмейтіндігі ол біртіндеп біліне бастады. Сондықтан Жош ұлысындағы заңдар жинағында бірте-бірте осы өмір талабына байланысты өзгерістерге ұшыраған. Белгілі орыстың зерттеушісі Пачикаев Алтын Ордадағы құқық деген үлкен еңбегін жазған. Сол еңбегінде Алтын Ордадағы, яғни Жош ұлысындағы заңдар жинағын 3 кезеңге бөліп қарастырады. Ең бірінші ол әрине яса, одан кейінгі төре заңдар жинағы, одан кейінгі 3-ші дәрежедегі қызмет еткен заңдар. Бұл хандардың немесе осы Жош ұлысындағы сұлтандардың, ханшалардың беретін жарлықтары деп көрсетеді. Жош ұлысында ясақ бойынша әрбір 10 түтіннен бір адам әскер алынды. Әскерді беклері бек басқарды. Ол өзге мемлекеттермен қарым-қатынасқа да жауап деді. Қаржы, алым-салық мәселесін, мемлекеттің ішкі істерін жүргізу бас уәзірдің құзырында болды. Беклербек пен уәзірлер хан тұқымынан емес, қарашадан таңдалды. Қалалар мен бағынышты ұлыстардан алым-салық пен сыбаға жинау міндетін атқару үшін бастықтар тағайындалды. Хан өз отбасы мүшелеріне жаңадан жауланған жерлерден ұлыстар тарту етті. Олардың ірі нояндары, бектері, әмірлері, баһадүрлері, түмендерді, маңдақ, жүздіктерді басқаратын әскер басшылары болды. Жош ұлысы немесе Алтын Орданың саяси басқару құрылымын алатын болсақ, әрине бағана айтып кеттім, мемлекеттегі ең бірінші басқарушы тұлға ол ұлы хан. Ұлы ханның кем дегенде 7 міндеті болды, 7 құқы болды. Яғни өзі бүкіл заң шығарушы органды, ұйымды, атқарушы органды, және үшінші биліктің классикалық несі бар ғой, атқарушы, заң шығарушы, сот жүйесі. Бәрі бір ханның қолында шоғырланған. Хан кез келген уақыт біреуге өлім жазасын кесуі мүмкін, және оны өзі алып тастауы мүмкін. Ол елдегі бар заң шығарушы органның басшысы. Олай болса, елдегі ішкі тәртіптің бәріне хан жауап береді. Жош ұлысының орталықтағы Ұлы хан ордасымен іргесі жыл өткен сайын ажырай берді. Ақыры Батудың інісі Берке хан билеген 1260 жылдары ұлыс мүлде дербес мемлекетке айналды. Өзбек хан мен Жәнібек хан тұсында бұрынғы ақылдасып қимылдайтын құрылтай шақыру ұмыт қалды. Ұлыстың ханы барлық істі бір өзі шешетін болды. Осындай дербес шешімнің бірі
Өзбек ханның исламды мемлекеттің бір тұтас діні деп жариялауы еді. Бұрын тек оңтүстік аймақтардың тұрғындары мұсылман болса, енді Еділ бойындағы халықтар жаппай осы дінге кірді. Жош ұлысында ислам дінінің таралуына байланысты айтатын болсақ, бұл 13 ғасырдағы жаңағы Алтын Орданың құрылғаннан кейін де, мысалға Батыйдан кейін Беркенің келгеннен кейін бар, Беркенің өзі исламға өте жақсы жақтасқандығын жаған деректерден көруімізге болады. Яғни Берке ханның өзі мәдениеттің дамуына, исламның таралуына көптеп үлес қосқан билеушілердің бірі болды. Яғни ол тек жаңағы исламды өзі қабылдап қана қоймай, сонымен қатар жаңа өзі сол ислам жаңа жақтастарын да жақтап, олармен көбіне жаңа деректерге қарағанда сұхбаттасып, әңгімелесіп, жаңа осы мәселе төңірегінде қатты қызығушылық танытқандығын білеміз. Сонымен қатар ол әрбір ханның тұсында жаңа исламға қатысты өзіндік жаңағы ұстанымдары болады. Осының ішінде жаңа Алтын Орданың гүлденуі мен жаңағы мәдениеттің жоғары деңгейде дамуына үлес қосқан кезең және бүгінгі таңда гүлдену кезеңі деп аталатын осы жаңағы Өзбек хан мен Жәнібек хан тұсындағы исламның таралуын айтуға болады. Яғни осы кезеңде әрине Алтын Ордада ислам діні мемлекеттік дін ретінде танылады және сонымен қатар исламды сол кезеңде ерікті адамдардың өзі де ешқандай қыспақсыз қабылдап оны мойындаған болатын. Және ислам ол өзінің жаңағы білесіздер, Египет пен жаңағы қыпшақтар арасында осы Алтын Орда арасында қарым-қатынаста мысалға ислам діні жаңағы негізгі жетекші рөл атқарғандығын, яғни билеушілердің жалпы бір дінге бір рухани жаңа несі бір болғандықтан олар әрине бір-бірін жақсы түсініп, бір-бірін қолдап отырады сол кезеңде. Міне осыны Алтын Орданың тарихынан жақсы байқауға көруге болады. Жошы ұлысы орналасқан жердің ортасы Жайық пен Еділ өзендерінің аралығы еді. Бұл сауда керуендері көп өтетін 9 жолдың торабы болды. Ұлыстың астанасы Еділдің төменгі ағысындағы Сарай Бату қаласы болды. Оны әппақ тастардан әдемі етіп салды. Алтын Орданың дәуірлеген шағында одан жоғары жаққа екінші астана салынды. Оны Сарай Берке деп атады. Алтын Орданың қалаларын салуға көптеген шеберлер шақырылды. Олар күмбезді, мұнаралы ғимараттар тұрғызды. Монша, керуен сарай әрбір қалада бар еді. Алтын Орда батыс жұртымен, Анадолумен, Сириямен, Мысырмен түрлі байланыста болып, өз ақшасын шығарды. Орда мәдениетінен белгілі бір дәрежеде мұсылмандықпен қатар жерорта теңіздік сипаттар байқалады. Босворт саяхатшы. Жошы ұлысында хан жарлығы Шартарапқа жедел жетіп отырды. Алыс аймақтарға хабар жіберу үшін әр ауылда тың аттар байлаулы болды. Жаушылар ат ауыстырып, дереу аттанып отырды. Хан айрықша тапсырмамен шыққан адамдарына арнайы белгі, яғни пайза ұстатты. Пайзаны көрсеткен адамға тың аттармен бірге азық түлік, жатып демалар орын және күзет берілді. Осылайша әлемдегі пошта байланысының алғашқы нұсқасы осы Шыңғыс хан ұрпақтарының ұлыстарында қалыптасты. Моңғол империясындағы жаушылардың рөлі өте жоғары болды. Бұл біз қазір Моңғол империясының тарихын зерттегенде, соның ішінде мысалы Жошы ұлысының тарихын зерттеген кезде, олардың әскери мобильділігі туралы мобильділігі ең бірінші қатарда айтылып жатады. Сол әскери мобильділік, ақпаратты тез алмасу, ұлан-ғайыр территорияны алып жатқан империяның бір бұрышынан екінші бұрышына дейін хабар жеткізу, яғни ақпараттық байланысты сақтап отыру жүйесі
ол осы Жошы улусындағы жаушылар институты деп айтуға болады. Бұл жаушылар институтының дамуына бұл Моңғол империясы ыдырамай тұрған кездегі бір тұтас Моңғол империясының соңғы қағаны деп те айтуымызға болады. Мөңке қағанның тұсындағы жүргізілген реформалар үлкен әсер етті. Осы реформалардың нәтижесінде арнайы бекеттер, жаушылар үшін бекеттер құрылған. Ол бекеттердің арасы қанша қашықтығы қанша болу керек екені арнайы заңдармен анықталған, және осы бір бекеттен екінші бекетке дейін жаушының жетуі, оның жолдағы қауіпсіздігі, бекеттердегі жаушыны қамтамасыз ету мәселесі арнайы анықталған болатын. Мысалы, орталықтан Қарақорымнан Жошы улысына қарай бір хабар алып шыққан жаушы аттандырылатын болса, оны осы империяның жол бойындағы әрбір бекеттердегі жауапты адамдар, улыс басқарушылары оны жаңағы азық-түлікпен, ауыстыратын атпен қамтамасыз етуге міндетті, және оның ары қарай оның жан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті болған. Осындай жүйелі құрылған дүние бұл Улан-Ғайыр империяның аумағындағы жаңа ақпараттық байланысты күшейткен. Және жаушылар әрине олар ерекше статуста болды. Олар улус билеушілеріне жергілікті және бара жатқан аймақтардағы, мысалы Жошы улысына егер Қарақорымнан шыққан, Жошы улысына қарай шыққан жаңағы жаушы болатын болса, Сайын ханның үлкен ордасына жеткенге дейін ол ешбір бөгетсіз қозғалып отырды. Хан сарайы мен оның төңірегіндегі әмірлердің пайдасына халықтан салық жиналды. Оны құшыр деп атады. 100 бас малдан біреуін құшыр ретінде беріп отыру міндет еді. Бірақ кейде басқақтар өз өкілеттігін асыра пайдаланды. Отырықшы халық өзінің егіні мен басқа да өнімдерінен салық төледі. Жерді пайдалану, әскерді жабдықтау үшін және басқа жағдайларға орай жеке салықтар салынды. Кей жылдары мұндай салықтың ұзын соны 20-ға жетіпті. Күштеу мен қорқытып тартып алу барған сайын күшейіп, егіншілердің жинаған астығы, алымдар мен басқа да борыштарды төлеуден аспай қалды. Рашид ад-Дин, араб тарихшысы. Алтын Орданы ел ішіндегі таққа талас әсер етті. Олар өзара таласқан кезінде Мәскеу князьдігімен соғысып, Куликов шайқасында жеңіліп қалды. Бірақ кешікпей, Орданың билігі Мамайды талқандаған Тоқтамыстың қолына өтті. Ол 1382 жылы Мәскеуді қайта шауып, бұрынғысынша алым төлеп тұратын етті. Бірақ Орта Азиядан шыққан жаңа жаулаушы Асқақ Темір Тоқтамыспен бірнеше рет соғысып, оның Еділ бойындағы қалаларын, оның ішінде астанасы Сарай Беркені талқандады. Осыдан кейін Алтын Орданың күні батып, бір кезде жошы құрған ұлыс та тарих сахнасынан түсті. Енді бір кездегі алып мемлекеттің орнында Қазан, Қырым, Сібір, Хажы Тархан, Қазақ хандықтары мен Ноғай ордасы құрылды. Талайды даңқымен де, көркімен де таңғалдырған алып ел аңызға айналып қалды.